Сәлем достар, баршаңызға. Менің видеомды соңына дейін қарап, тіркеліп қойыңыздар. Бүгін мен карамельный пирог жасайтын боламын. Қажет қоспаларды описанияға қалдыратын боламын. Қамырына қажет құрғақ қоспаларды алдымен араластырып аламыз. Ол үшін оның разрыхлитель, сахарный пудра, ванилинді қосып және какаоны қосып араластырып алатын боламын. Бұл чизкейкті жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болады. Қаймақ пен жұмыртқаның сарысын алдын ала араластырып қоятын боламыз. Келесі кезекте ұнымызға сары майды салып бүгітіп алатын боламыз. Жақсылап бүгітіп аламыз. Үгітіп алған соң қаймақ пен жұмыртқаны қосып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды холодильникке 1-1,5 сағатқа салып аламыз. Дайын болған қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз, үлкен және кіші бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін алып формамызға жақсылап жайып аламыз. Бортиктар жасайтын боламыз жақсылап. Одан кейін вареный сгущенканы салатын боламыз. Вареный сгущенканың жақсысын алу керек, себебі ағып кетуі мүмкін. Қамырымыздың екінші бөлігін алып, жайып, жақсылап жайып жасаса да болады, бірақтан маған начинканың бетіне крошка ретінде жасаған ұнайды. Крошкамызды себеміз бетіне. Сеуіп алғаннан кейін дайын болған қамырымызды духовкада 180 градуста 35-40 минутқа салып аламыз. Біздің чизкейкіміз пісті, карамельный чизкейкіміз пісті. Бетін әртүрлі қылып өз қалауларыңызша сәндеп алуға болады. Ал мен сахарный пудра сеуіп, разрезде көрсететін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.